Әділет, дайынсың ба? Жарты сағаттан жаттығуым басталады. Ақа, бар жатырмын. Әділет, сен не істеп жатырсың? Қанша рет көрсеттім мен саған? Жаттығуға бірінші күн келіп тұрған адам құсап тұрсың ғой. Өмірде жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Ал енді балалар, өзіміздің ішкі жарысымыз өтеді. Диас, сен Ермекпен күресесің, Самғат, сен Әсетпен күресесің, ал Әділет, сен Рахметпен күресесің. Ұятқа қалып жүрмеңдер ертең. Әділет жарысқа қатыспай қойсайшы, кім жеңетінін онсыз да белгілі. Мен емес, Рахмет қатыспай қойсын. 2-3 минутта жабасқа лақтырам. Әділет, сен не істеп жатырсың? Ұятқа қалып жүрмеңдер. Онсыз да белгілі. Қалай да болса, жеңуім керек. Жауырыны жерге тисе де мойымай, орнынан тұра білген адам шын жеңімпаз. Жеңістің жолы оңай емес. Жеңіс дегеніміз күн сайын мінезді шыңдау, денені шынықтыру. Жеңіс дегеніміз жақындарыңның қолдауын сезіну. Әділет, жарайсың. Жақсы жаттығып жатсың. Ағай, қазір ынтамен жаттығу жасап жүрмін. Ағай, мені тағы Рахметпен күрестіріңізші. Күрестірсем, күрестірейін. Бірақ саған оңай болмайтынын білесің ғой. Ағай, оңай болмайтынын білем. Осы жолы ұтуым керек. Жақсы, күресесің. Әділет жарысқа қатыспай қойсайшы, кім жеңетінін онсыз да белгілі. Ең бастысы жеңіс дегеніміз өзіңе сену.